Қымбатты көрермен, студиямызда қонақта ақ халатты Абзал Жан, Алматы қаласының фтизиопульмонология орталығының инфекциялық бөлімінің меңгерушісі Абзал Малбасқанов. Қош келдіңіз. Абзал мырза, қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді мінекей, біз бүгінгі тақырыпты сізбен өзекті мәселелердің бірін сізбен енді талқылайық деп шештік. Ол енді бізде жақындап келе жатқан осы індеттің екінші толқыны COVID-19. Енді бұны білесіз, енді осы қазіргі таңда әсіресе маусым айларында осындай вирустың қатты таралуына көбісі жаңағы уайымдайды. Енді айта отырыңызшы, ең басты біздің дәл қазіргі таңда қолға алатын нәрсеміз ол не? Осы жаңағы жалпы осы вирустан сақ болу үшін. Енді бұл сұрақты бізге өте жиі қояды ғой. Иә. Болжанғандай, қашан келеді деп енді бізді бір жалпы өршуі мүмкін бе? Қалышыма деп ойлайды. Бірақ енді қазір біз бір жүйеде орналасқанбыз, бір әлем, жер планетасына тұрамыз ғой. Қазіргі заманда интернет бар, барлық елде не болып жатқан соның барлығын бақылап отырамыз, қарап отырамыз. Өкінішке орай енді мына батыс елдерінде вирус деген күннен күнге алшақтап өрбіп, қатты адамдар қиналып жатыр. Бұл енді сақтық шараларын қанша сақтанса да, кейбір адамдар сәл жауапкершілігі төмендеп кетті. Ол бір. Екінші мәселе, мына адамдар ойлайды, біз бұрын бір ауырып алсақ, екінші рет ауырмаймыз ғой деп. Қазіргі кезде енді көп болып жатқан жағдай, әр елде осы жағын айтып отыр, бұрын ауырған бір қазір қайтадан ауырып отыр деп, одан кейін салғырттық көп танытып жатыр. Енді сосын ең екінші жиі қойылатын сұрақ, бізде ертең қайтадан жауып тастайды ма, карантин болады ма деп. Енді бірінші кезде біз көктем кезінде, жаппай президентіміз жаңағы төтенше жағдай режимін енгізген кезде барлық жабық болды, блокпосттар қойылып. Бірақ енді ол кезде біз қандай ауру екенін, не ауру екенін білмедік қой. Бұл жаңадан пайда болған ауру. Енді қазір бізде бұл жайлы ақпарат бар. Қалай емдеу керек екенін де білеміз жолдарын. Енді қазір қарап отырсаңыз, бір жерден шыққанмен де ол барлық елді жауып тастап жоқ. Қай жерде шығып жатыр, қай жерде өршіп жатыр. Сол жерде ғана блокпосттарын қойып, шектеп, және де өздеріңізде де ақпарат құралдары, интернет ресурстарында адамның сақтану шараларын көрсетіп жатыр. Енді бүгінгі дәлелденген нәрсе бұл біздің жаңағы бетперде тағуымыз, және де дистанция сақтану. Және де антисептикпен әрқашанда қолымызды сүртіп жүрміз керек. Сәтті пайдаланып сіздің қолыңызды тазалап жіберейік. Өйткені біз жұлдыз екеуміз әрқашанда қолымызды таза ұстаймыз. Енді бұл қол жууға келетін болсақ, бұл инфекция бар болса да, жоқ болса да, әрдайым қолды жуып жүру керек. Бірақ енді мына қазіргі кезде қолдан қолға жұғу енді сәл төмендеу деп әлемнің ғалымдары бұл жағын айтып жатыр. Кеше немістің ғалымдары ондай көп жағдайда жұға қоймайды деп. Дұрыс айтасыз. Енді осы жалпы қыс айларында, жұлдыз өзің де білесің, барлығымыз да білеміз, қыс айларында суық тию, тұмау деген мысалы елге таралған бір індеттің түрі бар деп айтайық. Бірақ осының көбісі шатастырып жатады ковидпен. Енді осы екеуінің айырмашылығын қалай ажыратуға болады? Бірден басты несінде симптом келген кезінде. Енді мына қазақта айтады, қорыққанға қос көрінер дейді ғой. Біз кейбір кезде мүмкін аса сілтеп те жүреміз, жаңағы ковид деп қазір қай жерді ашсаң да қорқып отырамыз. Өзіміздің мысымызды басып. Мына бізде медицинада оқып жүрген кезде, студент кезде, әр ауруды оқыған кезде, студенттер сол ауруды өзінен таба бастайды. Оны үшінші курстың синдромы деп аталатын. Сол себепті бізде адамдарда бір симптомды көріп қалса, ойбайна менде ковид шығар деп қалады. Енді мына ең басты белгісі салқын тию, тұмау дейміз ғой, енді қазақша айтқан кезде. Мұрнынан суланып, су ағып жатса, иіс кетпесе, қайта-қайта түшкіріп жатсақ, ол енді ковидке сәйкес келе қоймайды. Біз енді ковид кезінде қатты көп байқағанымыз, ондай мұрнынан су ағу байқала қоймайды. Және де мына түшкіру ондай көп бола қоймайды. Жаңағыдай қалай десек болады деген, тәбеттің ондай қатты төмендеуі де бола қоймайды. Міне енді осы белгілерге қарап, ковидпен ОРВИ дейміз ғой, соның айырмашылығы осыны қарасақ та болады. Ковидтігі иіс-дәм сезбеуі. Ең бірінші қазіргі кезде алдында жүретін симптомы мұрынның иіс сезбеуі және тамақтың дәм сезбеуі деп. Себебі бұл мұрынның шырышты қабатын кеттіріп, нерв жүйелерін өлтіру
өлтіруіне байланысты жаңағы сезімталдық жоғалады. Бірақ қорқудың қажеті жоқ. Көбісі қазіргі кезде қоятын сауалдар, ойбай мұрным иіс сезбей қалды, енді ешқашан сезбей қалам ба деп. Ол сезілетін нәрсе, оған тек қана уақыт керек, сабырлық керек. Әр нәрсе бізде жазылады, өйткені бізде клеткалар, жасушалар әрқасында жаңарып, нервте қайтадан пайда болып жатады. Оған тек қана уақыт керек. Біреуінде бір апта болады, біреуінде бірнеше айға дейін созылып кетуі мүмкін. Бірақ ақырында адам қалпына келеді. Енді жалпы осы біз жаңағы ковид деп жатырмыз, өзіміз байқағандай ковид енді пневмонияға айналып сөйтіп жаңағы көптеген біздің мүшелерімізге, органдарымызға әсер етеді. Сол нақты қандай біздің органдарымызға әсер етуі мүмкін? Жоқ, енді мына дені сау адам бұл ауруға төтеп береді. Мысалға 100 адам ауырса, бұл ковидпенен, оның барлығы жаппай ауыр түрде ауырмайды. Оның бір жаңағы 100 адамның 15-і ғана жаңағы клиникалық түрде ауырлық жағдайда өтуі мүмкін. Сол себептен жаңағы бұның қауіп-қатер тобы бар. Кейбір адамдар, мысалы егде жастағы кісілердің ағзасы инфекцияға жауап беру төменірек болады. Сол себептен сол кісілерде жағдайлар қатты ауыр болады. Және қосымша аурулары бар. Қосымша сырқаттары. Оларды қоздырады? Қоздырады. Егерде мысалы біз дәл органда айтатын болса, ол жаңағы өкпе, сосын жоқ, өкпеден бөлек тағы да басқа қай жердегі әлсіздік танытып тұрған ағза бар, сол жерде бұл өзінің көрсете бастайды. Мысалға қант диабеті кезінде бізде қан тамырлар өзі баяу айналып тұрады, қанның өзі. Сол себептен одан сайын қанды үйтіп тастап, сол кісілер қатты қиналып қалады. Бүйрегі ауыратындардың бүйрегі ауырып дегендей. Асқазан ішек жолдары ауыратын кісілердің солардың ақауларын алып келуі мүмкін. Енді әркімде әрқалай. Енді қалай байқағанымызша, салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тағамданып, дене шынықтырумен айналысатын адамдар тіпті клиникасы да өтіп кетіп жатады. Тек қана жаңағы ПЦР нәтижесі оң болады, сол кезде 2 аптада үйде жатып, ешкімге жұқтырмай жауапкершілік танытса, барлығы дұрыс болады. Абзал мырза, көпшілікті және де мен де алаңдататын сұрақ, ол екінші рет қайтадан ауру болады ма, және де жұқтырып алуға бола ма? Сонымен қоса, ковидке қарсы антидене адамның ағзасында қанша уақыт сақталады? Енді бұл антидене деп адам ауырып болған соң, біз басында енді болжадық қой, қалай болады екен. Өз иммунитеттің 3 түрі болады: қысқа мерзімді, ұзақ мерзім және мәңгілік деген. Біз енді әлі мәңгілік уақыт өткен жоқ, ұзақ мерзімде өткен жоқ. Бұл әлі бақылануда. Бірақ болжам бойынша адамдардың ай сайын антиденелерін тексеріп отырды. Ол жалғыз біздің елде емес, барлық елде де. Кейбір адамдарда өсіп жатыр ол антидене, кейбір адамдарда төмендеп жатыр. Енді мына қазір батыс елдеріне қарап отырсақ деп отырық қой. Сол елдерде бұрын ауырған адамдар, осы мына көктем кезінде, қыстың кезінде, сол кісілерде қазір қайтадан ауырып жатқан жағдайлар, жайттар жиі тіркеліп жатыр. Ол дегеніміз енді антиденелер мәңгілік қалмайды. Бір сөзбен айтқандай, антиденелер мәңгілік қалмайды. Ең бастысы біз оған былай сілтеп отыра бермеуіміз керек. Өзіңіз айтпақшы, ең басты біздің құралымыз ол дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын серік ету, және де әрқашан да көңілді жүру. Әрине.